Ассаламу алейкум қыздар, бүгін сіздерге жеңешемнің рецептісімен наурыз көже жасап көрсететін боламын. Ол үшін алдымен қазанға су құйып, етімізді, қазымызды салып қайнататын боламыз. Сүрленген ет болса тіптен жақсы. Етіміз қайнағанша үйімізде бар дәнді дақылдарды жуып дайындап аламыз. Қайнаған еттің көбігін алып, 1,5 сағаттай баяу отта қайнатып аламыз. 1,5 сағаттан кейін кішкене ұзақтау пісетін дақылдарды салып, баяу отта 1/2 сағат 40 минуттай қайнатып алатын боламыз. Мен арпа, жүгері және бидайды салып қайнаттым. Кішкене пісуге жақындағанда етті алып, күрішін салып, тағы да 5-10 минуттай қайнатып алатын боламыз. Етімізді ұсақтап турап, ішінде дәнді дақылдары бар дайын болған сорпамызға саламыз. Керегінше араластырып отырып айран құямыз. Егерде құрттарыңыз болса, құртты езіп қосып жіберсеңіздер, дәмі тіптен керемет болады. Мен осылай арнайы қою етіп жасадым. Сіздер сұйық болғанын қаласаңыздар, сорпа қайнап жатқан кезде аздап су қосып жіберсеңіздер болады. Ас болсын, жасап көріңіздер.